Нөмір 10 Сәтбаев атындағы мектеп-интернатында аудан әкімінің қолдауымен, сондай-ақ жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен жас отбасылар арасында отан отбасынан басталады тақырыбында жанұялық сайыс өтті. Аудан бойынша ауыл аймақтардан іріктеліп алынған 7 отбасы бүгін бақтарын сынады. Тартысқа толы сайыс барысын әріптесім баяндайды. Жас отбасылар сайысына балалар мен ата-аналар зор қызығушылықпен қатысты. Отбасы мүшелерінің ұйымшылдығын арттыратын сайысқа Көктерек, Қапланбек, Тегісшіл, Жартытөбе, Әлімтау, Жібек жолы ауылдық округтері мен Сарыағаш қаласынан 7 өнерлі отбасы қатысуға ниет білдірген. Сайыс барысында құрамында аталмыш білім ордасының оқытушылары Мұталиева Гүлмира, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Қарабаев Бауыржан және аудандық жастар ресурстық орталығының маманы Ахметова Айжан сынды әділқазы алқалары таныстырылып, қатысушыларға сайыс ережелері түсіндірілді. Алғаш болып отбасылық байқау шымылдығын ашқан жастар ресурстық орталығының басшысы қатысушы топтарға сәттілік тілеп байқаудың маңыздылығына тоқталып өтті. 2018 жылы 5 қазан күні елбасымыз Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев барлықтарыңызға белгілі қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдау жариялап 2019 жылды жастар жылы деп белгіледі. Мінекей осы жастар жылына байланысты жылдың басынан бастап жастар ресурстық орталығын ұйымдастырумен әртүрлі саладағы, әртүрлі санаттағы жастармен көптеген байқаулар, іс-шаралар өтті. Атап айтатын болсақ, Сарыағаш аруы, келіндердің сайысы, аспаздардың сайысы, ержігіт байқауының сияқты байқаулар өткіздік. Мінекей бүгін отбасы мерекесіне орай отан отбасынан басталады атты байқау өтті. Жалпы байқауға қала, кент, ауылдық округтерден 7 қатысушы қатысты. Жалпы іріктелген қатысушылар. Жалпы бұл іс-шараны өткізудегі мақсатымыз жас отбасыларды белсенділігін арттыру, жалпы қоғамда, сонымен қатар мынау отбасының құндылығын насихаттау, осы отбасылардың арасында жалпы достық қарым-қатынасын нығайту, жастар жылын насихаттау болып табылады. Сайыстың шарты бойынша алғашқы кезеңде отбасылар өздерін таныстырып өтті, ал екінші бөлімде жарысқа қатысушылар таяқшаларды эстафеталық әдіспен бір-біріне беру, допта кедергілерге тигізбей жүгіру сынды шарттармен жарысу арқылы шымырлықтары мен шапшаңдықтарын ортаға салды. Ал ақтық сын отбасылардың ата-аналарына арналды. Жылдамдықты қоса отырып, допта баскетбол себетіне салған топтың ұпай саны еншіленетін аталмыш кезеңде Сарыағаш қаласының намысын қорғаған Бүркітбаевтар отбасы 100-ден жүйрік деп танылды. Олар мықтылардың арасынан үздік болып алға суырылып, бас жүлдені жеңіп алды. Жетемізді ойладық, әрине. Жетемізді ойлағанда да келдік. Басқа да біздің сайысқан қатысушыларда да тоже оңай болған жоқ. Бізге де оңай болған жоқ. Бірінші орын алу деген тоже оңай емес. Главное, қалай, біздің қатысушыларға тоже рахмет. Соншама бізге не балет етті барлығы. Сайыс дегенде жүгіру, препятствиен өту, және ненің астынан өту. Сол кедергіден жүгіру деген, содан сәл кішкене қиналды. Басқасын бәрі оңай өтті. Тартысты өткен сайыстың қорытындысы бойынша Қапланбек ауылдық округінің атынан шыққан Ізбасаровтар отбасы 3-ші орында қанағат тұтса, Көктерек кентінің намысын қорғаған Қалжігітовтер отбасы 2-ші орынға лайық деп танылды. Ал кіл мықтының ішінен нағыз жеңімпаз отбасы атанып, Сарыағаш қаласының абыройы үшін жанталасқан Бүркітбаевтар отбасы жеңісті қолдан бермеді. 1-ші, 2-ші, 3-ші орында иеленген отбасыларға арнайы алғыс хаттар мен қысқа толқынды пеш, шырын сыққыш, тоңазытқыш сынды тұрмыстық бұйымдар табысталды, ал өзге қатысушы отбасыларға арнайы марапат ұсынылып, бағалы сыйлықтар үлестірілді. Майра Нұрмахан, Нұрсұлтан Исаев, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.